Өте бай кісі өлімінің жақындағанын сезгенде баласын жанына шақыртып ең маңызды өсиет айтыпты. Балам, мені мазарға шұлығыммен көміңдер депті. Баласы түсінбегенімен жарайды деп қабыл етеді. Әкесі қолына тағы бір хат береді. Мен өлгеннен кейін бірінші қиналғаныңда хатты ашып оқы дейді. Күндер өтіп ажалы келген әкесі жан тапсырады. Ал бұл кезде баласын бір ой мазалап жүреді. Мен енді әкемді шұлықтармен бірге қалай көмемін? Қанша молдаға, имамға барса да алғаны сол бір жауап: жоқ, дінімізде ондай нәрсе болмайды. Бала шарасыз отырғанда есіне әкесінің бірінші қиналған кезінде ашып оқы деп берген хаты түседі. Дереу хатты тауып оқиды. Хатта былай жазылған болады: балам, байқағандай мен мұнша бай болсам да өзіммен бірге бір шұлықты да алып кете алмадым. Енді қалғанын өзің ойлан.